Сәлем балалар, бүгін 22-ші сабақ, математика 3-ші сынып, бүгін 4, 5-ші, 6-ші есептерді шығарамыз. Олай болса, 4-ші есепке қарайық. Мынандай балалар кітапқа жазбаңыздар, болмайды. Мынау мысалы бір балалар жазып тастаған екен, мынаны біз қазір өшіріп тастаймыз. Ендеше бірінші есеп. 5 метр квадратқа 45 метр квадратты қоссақ, 50 метр квадрат шығады. Келесі 35 метр квадратты 7-ге бөлсек, 5 метр квадрат шығады. 35 метр квадрат пен 29 метр квадратты қоссақ, 64 метр квадрат шығады. Әсі 9 метр квадратты 4-ке көбейтсек, 9-ға 4-ті көбейтсек 36 екенін білеміз. Сол кезде 36 метр квадрат шығады. 500 квадрат метрден 235 метр квадрат алсақ, 265 метр квадрат, және 3 метр дециметрге 506 метр дециметрді қоссақ, 509 метр дециметр шығады. Мінекей, төртінші есеп. Келесі 5-ші есеп. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан, ал 4-шісіне 15 килограмм картоп өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлшеді? Мінекей. Үш сатып алушыға 5 килограммнан өлшеді. Және 4-шісіне 15 килограмм өлшеді. Енді бізге барлығы қанша килограмм болған табу керек. Ол үшін алдымен 3 сатып алушыға барлығы қанша килограмм өлшеген табуымыз керек. Ол үшін 3-ті 5-ке көбейтеміз. 3-ті 5-ке көбейтіп, оған 4-ші сатушыға өлшегенді қоссақ, сол кезде бізде барлығы шығады. Яғни шешуі 3 көбейту 5, қосу 15. 3-ті 5-ке көбейтсек 15 шығады, 15-ке 15-ті қоссақ 30 шығады. Сонда барлығы 30 килограмм картоп өлшенді. Келесі қорапта 25 килограммнан 5 кәмпит бар. Кәмпит 5 қағаз қапшықтың әр қайсынан 2 килограммнан салынды. Қорапта қанша килограмм кәмпит қалды дейді. Мінекей, барлығы 25 килограмм салынды, 2 килограммнан 5 қағаз қапшыққа. Қанша килограмм қалды? Соны табуымыз керек. Біз алдымен салынған 2 килограммнан 5 қапшыққа қанша кәмпит салынған табуымыз керек. Ол үшін 2-ге 5-ті көбейтеміз. Қанша салыныр? Ол үшін 2-ні 5-ке көбейтеміз. 2-ні 5-ке көбейтсек, бізде 10 шығады. 10, яғни бұл жалпы салынған кәмпиттер саны. Енді қалғанын табу үшін барлығынан осы салынған кәмпиттерді азайтамыз. Яғни 25-тен 10-ды азайтамыз, сол кезде 15 қалады. Сонда жауабы қалды 15 килограмм. Келесі 3-ші тапсыр, 3-шісі. Мектеп асханасына 4 үстелдің әрқайсына 8 орындықтан және бір үстелге 12 орындық қойылған. Асханада бір уақытта барлық неше бала тамақтанады дейді. Мінекей. 4 үстелдің әрқайсына 8 орындықтан бір үстелге 12 орындық барлығын табуымыз керек. Ол үшін алдымен 4-ті 8-ге көбейтеміз. 4 үстелге қанша орындық болу үшін? 4 үстел, сосын оған бір үстелдегі 12 орындықты қосамыз. 4 пен 8-ді көбейтсек 32, 32-ке 12-ні қоса 44. Сонда жауабы бір уақытта барлығы 44 бала тамақтанады. Неге? 5-ші есепті осылай шығарамыз. Келесі 6-шы есеп тиімді тәсілмен есепте. Бірінші 23 қосу 89, қосу 77. Бұл жерде алдымен 23-ке 77-ні қоса аламыз. Сосын оған 89 қосамыз. 23-ке 77-ні қосақ 100, 100-ге 89 қосақ 189. Келесі 44 қосу 78, қосу 56. Бұл жерде 44 пен 56-ны қосып аламыз. 100 шығады, оған 78 қосамыз, 178 шығады. Келесі 223 қосу 389, қосу 277. Бұл жерде 223 пен 277-ні қосып аламыз, сосын 389-ті қосамыз. 223 пен 277-ні қосақ, 3-ке 7-ні қосақ 0, 10, 0 жазамыз бір ойда, 2 мен 7-ні қосақ 9, ойдағы 1 мен 10, тағы да бір ойда, 2 мен 2-ні қосақ 4, ойдағы мен 5, 500 шығады. Оған 389 қосақ, 0-ге 9-ды қосақ 9, 0-ге 8 қосақ 8, 3 пен 5-ні қосынса 8, сонда жауабы 889-ға тең.
Келесі 144 қосу 578 қосу 256. 144 пен 256 қосып аламыз да 578 қосамыз оған. 144 пен 256-ны қоссақ, 4 пен 6-ны қоссақ 10 жазамыз бір ойда. 4 пен 5-ті қоссақ 9 ойдағы 1 мен 10 жазамыз бір ойда. 1 мен 2-ні қоссақ 3 ойдағы 1 мен 4. Сонда жауабы 400. 400-ге мына 578-ті қосамыз. 0-ге 8-ті қоссақ 8, 0-ге 7-ні қоссақ 7, 4 пен 5-ні қосынысы 9. Сонда 978-ге тең. Келесі 123 қосу 289 қосу 177. 123 пен 177-ні қосып, оған 289 қосамыз. 123 пен 177-ні қоссақ, 3 пен 7-ні қоссақ 10 жазамыз бір ойда. 2 мен 7-ні қоссақ 9 ойдағы 1 мен 10 жазамыз бір ойда. 1 мен 1-ті қоссақ 2 ойдағы 1 мен 300 шығады. Оған 280-ті қоссақ 589 шығады. Және соңғысы 544 қосу 278 қосу 156. 544 мен 156-ны қосып, оған 278 қосамыз. 544 мен 156-ны қоссақ, 4 пен 6-ны қоссақ 10 жазамыз бір ойда. 4 пен 5-ті қоссақ 9 ойдағы 1 мен 10 жазамыз бір ойда. 5 пен 1-ті қоссақ 6 ойдағы 1 мен 7 700. 700-ге 278-ті қоссақ 978 шығады. Мінекей. 6-шы есеп тиімді тәсілмен осылай шығарамыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.